Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сыныптан тыс іс-шараға өткізілетін бір интеллектуалды сайыс, яғни зерде интеллектуалды сайысының шаблонын көрсетемін. Бұл шаблонда жалпы 45 минутқа арналған. Сразу алып қолдана берсеңіздер болады. Мына жерде мынау титульный беті, одан кейін мына жерде 4 кезеңнен тұрады. Ширату, кім жылдам, теңге алу, ханталапай деп аталады. Так, бірінші кезеңде сұрақ жауап, екінші кезеңде сұрақ жауап, үшінші кезеңде мына теңгелерді таңдайды, яғни ұяшықтар ашылады. Ал төртінші кезеңде ханталапай мына асықтарды таңдайды және мына жердегі тест түріндегі сұрақтар ашылады. Енді жалпы барлығын ашып көрсетемін. Главныйда тұрады, мына жерде пока слайдов сначала деп ашамыз. Барлық ойындар осылай ашылады. Көбісі алғаннан кейін дауысы жоқ деп айтады маған. Дауысы не үшін жоқ, өйткені сіздер толық экранды ашпадыңыздар. Толық экранды ашуларыңыз керек. Толық экранды ашу үшін пока слайд сначала деп ашасыздар. Немесе мына жерге мынаған бассаңыздар, мына пока слайдпен ашып береді, ас жағында тұр. Осымен ашамыз, міне. Осыға бастым. Осылай басталады, өзінің фонында дауысы бар. Осындай анимация салиттер, немесе осыны. Так, енді бастау деген батырма арқылы бастаймыз. Бұл жерде де фонында бөлек музыкасы бар өзінің. Ойынды аяқтау соңында басамыз, бұған аяқталады. Әр кезеңді ашып бір-бірлеп көрсетейін. Мысалы, ширатуды ашып көрсетейін. Бұл жерде мына зерде деп тұр, мына жерде кезеңі тұр. Сұрақтарды ашу үшін мынаған басамыз. Міне. Сұрағы, жауабы. Сұрағы, жауабы. Келесіне өткіземіз. Одан кейін мынаған басамыз. Сұрағы, мынаған басамыз, жауабы. Сұрағы, жауабы. Келесіне өткіземіз, яғни осылай келесіне өткізіп отырып, одан кейін мынаған басатын болсақ, мынау екінші кезеңге келеді. Енді мен мына жерде маңызды бір нәрсені айтпадым, соны айтып өтіп кетейін. Бұл ойынды топқа ойнатасыздар, топтарға ойнатуға болады. Одан кейін бұның бір жақсы жері, мынау ойын 20 оқушыға арналған, мысалы 20 оқушыға ойнатуға болады. Яғни мысалы бірінші кезеңде 20 сұрақ бар. Міне, қарасаңыздар, 20 сұрақтан бірінші кезеңде 5 оқушы шығып кетеді, яғни 15 оқушы қалады. Одан кейін екінші кезең кім жылдам бойынша 15 сұрақ, міне 15 сұрақ тұр. Осы 15 сұрақтан кейін тағы да 5 оқушы, әр кезеңден 5 оқушы, яғни төмен сұраққа жауап бере алмаған оқушылар шығып кетеді. Егер бірде болып қалса, қосымша сұрақ бересіздер и сол кезеңнен 5 оқушы шығарып жібересіздер. Одан кейін үшінші кезеңде уже бізде 10 оқушы қалады, 15 оқушы қалады, жоқ, 10 оқушы қалады, 20-дан 15 қалады мына жерде, екінші кезеңде 15-тен 5-еу кетеді, одан кейін үшінші кезеңде уже бізде 10 оқушы қалады. Сол 10 оқушыдан уже үшінші кезең нәтижесінде 5 оқушы қалады. Мына жерде 5 оқушыға арналған мыналар. Сол 4-ші кезең арқылы сол 5 оқушы қатысады и бір оқушы жеңімпаз атанады соңында. Яғни 20 оқушы толық сыныпта оқушыларды қатыстыруға болады. Енді әрбір кезеңді мен бір-бірлеп көрсетуім керек. Қайттан ашамын. Мына жерден ашып көрсетемін. Қайттан. Бастау арқылы бастаймыз тағы да. Одан кейін. Ширату түсінікті, сұрақ жауап. Кім жылдам ойыны. Бұл жерде де анадан айырмашылығы, мына жерде сұрағы, мынаған басқан жауабы. Бұл да сұрақ жауап түріндегісі. Келесі деген батырма арқылы әрбірінен ашып, соңында зердеге басып келтіреміз. Одан кейін үшінші кезеңді көрсетейін, ол теңге алу. Бұл жерде ұяшықтар тұрады, 10 оқушы қатысады. Жаңа айтқанда үшінші кезеңде уже мысалы 200 теңге, 100 теңгенің үстіне басатын болсақ, мына жерде сұрақ ашылады. Сұрақ ашылған жоқ, сұрақ ашылу үшін 100 теңгенің үстіне басамыз. Сұрақ шығады, тексереміз, жауабы. Енді ортада теңгенің несі тұр ғой, соған басатын болсақ, мына жерге келеді. Міне, таңдаған не жоғалып отырады, осылай шығады, міне барлығын істейді, сұрағы, тексеру, жауабы, осылай келіп отырады. Бәрі біткеннен кейін, яғни барлық ұяшық ашып болғаннан кейін мынаған басамыз, әдеттегідей. Одан кейін 4-ші кезеңді ашамыз, ханталапай кезеңі. Енді ханталапай кезеңінде асықтар, асықты ашамыз. Ханталапай білесіздер, ол асықты атады. Яғни мына жерде, мысалы, қате болса осылай кетеді. Сол ойындағы, ханталапай ойынындағы несін қойған, осы жерде. Мынаған басатын болсақ, осы жерге келеді, асық жоғалып кетеді. Бұл жерде басқа не жоқ, ойынды аяқтау арқылы аяқтаймыз. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Өз пәніңіздің жаңа сұрақтарыңыз, логикалық сұрақтар, мысалы іс-шара болғаннан кейін ішінде әртүрлі қызықты сұрақтар да болуы мүмкін. Соларды жазып аласыздар.
одан кейін сабақтарыңызды ашып уже сіздер іс-шара ретінде қолдана бересіздер. Бұл жерде барлығында анимациялар қойылған, барлығы істейді. Жалпы білмеймін, мынау өте қызықты болып өтетін шығар сабақтарыңыз, өйткені мынандай нелермен, теңдеулермен, мысалы осыларды ашу арқылы оқушылар өздері, мысалы сіздер интерактив тақта қосып қойсаңыздар, келіп мысалы маған басады. Болмаса мен 2-3 теңгені таңдадым дейді да, мысалы 2-3 теңгені ашып жібереміз, мысалы осындай сұрақ ашылып жібереді деген сияқты. Осындай сұрақ шығады мына жерде, одан кейін жауап шығады. Мен осы ойын жалпы көрсеткен сіздерге көрсетпекші болған ойыным осы. Осы ойын керек болса, сол комментарий арқылы маған өтсеңіздер, бағасы туралы айтатын боламын сол жерде толығырақ. Қолдану туралы да барлығын мен сіздерге түсіндіремін ол жерде. Бар осы енді. Назарларыңызға рахмет.